Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Рүстемова Гүлнұр Қыдырәліқызы. Қазақтың ұлы ақыны Абайдың, заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтардың, дауылпаз жырдың құлагері Ілиястың, сұлу сөздің иесі Сәкен мен Мағжанның тілі, қазақ тілін оқушы бойына сіңіру үшін еңбек жолымда 2002 жылы Қарсыбай Сыпатаев атындағы номері 7-ші техникалық мектеп-лицейінен бастадым. Бүгінгі таңға дейін осы қара шаңырақта қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, сонымен қатар 6-шы В сыныбының жетекшісімін. Сыныбымның 26 шамшырағы бар. Білімді, өнерлі, ұлтжанды, адал шәкірттер тәрбиелеудемін. Бүгінгі сынып сағатымның тақырыбы ұлттық құндылықтар тәрбие қазығы. Сабақтың мақсаты ұлттық құндылықтарды құрметтеу. Ұлттық құндылықтар біздің тіршілігіміз, бабаларымыздан қалған асыл мұра екеніне көз жеткізе отырып, елжандылыққа, терең ойлауға, өнер сүюге, ұлттық салт-дәстүрімізге байланысты білімдерін нығайтады. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Бүгінгі сабағымызды жағымды психологиялық ахуал қалыптастырып алайық, балалар. Інжу, бүгінгі күніміз алшысынан тусын. Бексұлтан, білімді, ақылды болуға асық бол. Мақпал, бәйге ойнағандай жақсылықтарға асық бол. Диана, оңғай асықтай, күміс қасықтай сабаққа асық. Шахназар, алтын асықтай адам бол. Жанай, тұттардың асығындай жүйрік бол. Жансая, жақсылықтан асық, жамандықтан қашық бол. Нұрасыл, Абай атамыз айтқандай 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол. Мөлдір, оқығанның асығы асысынан түседі. Ибрахим, аға қойған мақсатына асық бол. Ағаке, үлкендерге көмек беруге асық бол. Айна, бүгінгі сабақта көп нәрсені білуге асық бол. Нұрислам, асығын әрқашанда орнынан түссін. Аяна, үнемі көмек қолын созуға асық бол. Інжу, әрдайым жүйрік болуға асық бол. Ой, жарайсыздар. Яғни бүгінгі күндеріңіз барлығыңызға алшысынан түсуге тілектеспін. Олай болса, сабағымызды қызығушылықты ояту кезеңінен бастаймыз. Бұл сайыста ұлттық ойындарға байланысты сұрақтар қойылады. Қай топ ойынның атын нақты әрі жылдам табады, қол көтеріп жауап берсеңіздер болады. Белгіленген арақашықтықта 3-4 жерге шүберек оралып, күміс немесе теңге тасталынады. Шабандозды шауып келе жатып шүберекті алу керек. Диана? Теңге ілу, керемет. Екі балуан бір-бірімен жекпе-жекке шығады. Жеңгені жеңімпаз атанады. Айдар? Қазақша күрес, керемет. Ойын тақсандар мен жұпсандардың өзара тартысынан құралған. Ойын, Арвай? Тоғызқұмалақ. Өте дұрыс. Ертеден келе жатқан ойындардың бірі алаң ортасынан көлденең сызық сызылады. Ойынға ұзын жіп немесе арқан қажет болады. Ибрахим? Арқан тартыс, керемет. Ойынға 4-5 бала қатысады. Ойынға 10 асық алынады. Інжу? Қанталапай, керемет. Шауып келе жатқан аттың үстінен белгіленген затты дәл көздеп атып түсіру. Қандай ойынның түрі екен, Аянат? Жамбату, өте дұрыс. Қазақтың ертеден келе жатқан ойын түрлерінің бірі бұл ауылдың сыртында әткенше құрып өлең айту. Бұл ойынның қай түріне жатады? Ақерке? Аударыспақ па, келісеміз бе? Әткенше құрып, Мөлдір? Бізде бұл 6 бақан. 6 бақан, өте дұрыс, 6 бақан. Ашық алаңда, көгалда, жерде ойнатылатын ойын. Ойынға белгіленген уақыт ішінде аттың үстінде екі жігіт бір-бірін құлатуы қажет. Нұрайым? Аударыспақ, дұрыс. Екі топқа бөлініп, ат үстінде ойналатын күштілер мен ептілердің ойыны. Көкпар, өте дұрыс. Олар өте жақсы. Бәйге ойын тамаша ойнадық. Енді келесі біздің тапсырмамыз кім жылдам әдісі. Мен сұрақта жұмбақтарды беретін боламын, жауабын лезде айтатын боламыз. Екі адам шахмат 2 сағатта ойнаса, бір адам неше сағатта ойнайды? Кім айтады? Мөлдір? Бір адам шахматтай ойнай алмайды. Керемет, бір адам шахматты ойнай алмайды. Екі атасы бар, 18 анасы бар. 18 анасының әр қайсында 9-9-дан баласы бар дейді. Жанайым? 9 құмалақ. Тоғызқұмалақ ойын екен, керемет. Жылға дерем ақпайды,
жылан дерем шақпайды. Шахназар. Арқандар тұс, яғни арқан. Арқан, яғни арқан, я. Орай бұтты, бөкен сырты, іші бар, ішегі жоқ. Ішегі жоқ. Диана. Асық, керемет. Үнгіген ішіне қорғасын құйылған әдемі түсі де әрі тегіш қиырдан дейді Бексұлтан. Сақа. Сақа, яғни қорғасының, мына алдарыңызда тұрған асықтың ортасына мынандай қылып қорғасын құйылады екен, яғни бұл сақа түрі екен. Жарайсыздар. Енді бізге екі топтан, екі баладан ойыншылар шықсын. Ойынның қандай жапаршысы? Жалқы. Ендікісін Шахназар, сіз оқып тұрғын. Тоз құмала ойына неше адам ойнайды? Екі. Қыз қуу ойынның шарт неде? Басына бетіне тиеді. Қыз қуу ойына қатысушылар кімдер? Қыз бен жігіт. Ойынға берілген уақыт ішінде аттың үстіне екі жігіт бірін-бірі аттың үстіне түсіру керек. Ол қандай ойын түрі? Аударыспақ. Аударыспақ. Балалар, олай болатын болса, біздің кезекті тапсырмамыз екі топқа да арналады. Екі топқа да мына жерде қарасаңыздар, ұлттық ойын түрлері берілген, мына жерде заманауи ойын түрлері берілген. Алдымен ойындарды атап өтейікші. Мына жерде қандай ойын түрін көрдіңіз? Керемет. Мына жерде? Мына жерде? Қазақша күрес. Я, барлық ойын бізге өте таныс. Мына жердегі ойындарды атап өтейікші, заманауи қазіргі сіздердің бүгінгі таңда ойнап жатқан. Айта беріңіздер, қайда? Форсаж, тағы да. Call of Duty. Call of Duty дейді. Аянат. Стендап. Тағы да, Ағетке. GTA дейді. Тағы да. PUBG Mobile дейді. Яғни бұл жалпы мына жерде көріп отқан ойынның барлығы сіздерге таныс қой, олай болатын болса, бұдан шығатын тапсырма ұлттық ойындарды әлемдік деңгейге қалай жеткізуімізге болады. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, мына ойындардың бізге қаншалықты пайдасы бар. Сол бойынша ой толғаңыз. Жылдам. Кім жауап бере алады? Бар ма? Тағы да. Ұлттық ойындарды айтатын болсақ, қазақша күрес. Қазақша күресте адамдар екі мықты адамдар шығады да бір-бірлерімен күресіп бастайды. Бұл жерде олар өздерінің мықтылықтарымен өздерімен төбелеседі. Жоқ, күштеседі деуге болады, Жанайым. Мен бұл жақта арқан тартысты таңдағым келіп тұр. Өйткені арқан тартыста екі топ болады. Бұл екі топ өздерінің күш-жігер, батылдықтарын таныту арқылы жүзеге асады. Керемет, жақсы. Тағы да Мақпал. Маған ұнап тұрған бұл жерде алты арқан. Даусын шығар. Алты арқанда біз өзіміздің ойын секітіп, ойнап, күліп, ән айтып, көңіл күйімізді көтере аламыз. Жақсы, тағы да Ибрахим. Бұл жерде мен көкпарды алғым келеді. Көкпарда біз атпен шабуымызды мықты қылып. Қазір ойнайын деп отқан ойынымыз бұл асық ойыны. Асық ойын пайдасын айтатын болса, асық ойынын физикалық қозғалыстармен дәлдеуге арналған ойын десек болады. Себебі біз дәлдегенде асықты өз сызықтынан шығарып өзімізге алып, сол асық арқылы біз өзіміздің дәлдеу, яғни көзіміздің көру мүшесін жақсартамыз. Керемет. Олай болса бастайық, балалар, ал сәттілік. Ай жарайсың. Жақсы, өте жақсы. Ұстазына әр шәкірті шамшырақ, жаға білсең, жана түсер жарқырап. Ой жүгіртем өткенге, кейде өзімді сынғалғанда сан сұрақ. Шәкірттерім, мақтанышым әрдайым, Алла жазса ғұмырымды арнаймын. Дүниенің бар байлығын жисаңдар, ұстаздықтан айырбастай алмаймын. Мен ұстазбын, шәкірт маған шамшырақ, жаға білсең жана түсер жарқырап. Жағалдым ба, ой жүгіртем өткенге.
кейде өзімді сынға алғанда сан сұрақ. Ұлтжанды, жауапкершілікті, ұқыпты, тәрбиелі, елжанды, адал, ақкөңіл, қамқор, шыншыл, мейірімді, сыйлы. Ұрпағы болуға дайынбыз ба? дайынбыз.